Достар, мен кеше өзіме мочи заказ беріп едім. Мен мочиді қатты жақсы көретінімді көп адамдар біледі негізінде. Сіздерге осылай ауыз бекітіп жатқан жанына ренжімесін, ішін көшек жирендердің начинкасын ауыз ашарға заказ берсеңіздер болады. Өте дамды, шын айтамын сіздерге. Көрмес қосылайық өткеніне уже бір апта өтіп кетті. Мен бүгін өзіме көңіл бөлейін деп, бүгін шопинг жасайын деп сыртқа қарай шықтым. Күн деген жып-жылы. Солайынан мен киімдерімді алып болдым. Екі пакет киім алып алдым. Очкимді өзгертіп алдым. Қазір енді такси күтіп тұрмын. Одан кейін меруертке барамын. Мен не істейміз өзі? Тағырыңыз баратын жерлер көп, осы уақыт жоқ болып тұр. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз қалай өтуде? Қалай басталуда? Оңынан болсын, қайырлы болсын. Құрметті достар, мен алдыңғы историяда бірнеше ғана киімнен түрлі образдар жасауға болатындығын айтқым келді. Және де көрсете алдым деп ойлаймын. Менен қайтадан сұраудың қажеті жоқ. Сол жақта мен историяға белгілеп кеткен болатынмын. Қай жақтан алғанымды. Және де осы кепканы да тоже айтқандай. Сол жақтан алдым. Қара түсінен, осындай сұр түсінен. Зарин комплект шығарсыздар, енді качестволары өте керемет киімдері. Шымкенттен алдырамын, классика, спорттық үлгідегі киімдерді. Және де алдыңғы историяда қай образ сіздерге қатты ұнады, астына қалдыра кетіңіздер. Сіздің жауаптарыңызды көрдім. Көбіңіз енді Алланың қалауымен орамалда екенсіздер. Ол өте керемет, қуаныштымын сіздер үшін. Және де біразының айтуы сол ата-анам қарсы, немесе менде бір қорқыныш бар, тастап кетуі мүмкін деген сияқты жауаптар болған екен. Ол қалыпты жағдай, басында барлығында сондай болады. Енді біраз адамдар ойлап жатқан шығар, өзі ғана киіп қоймай, неге жұрттарға үгіттемекші ма деген сияқты. Ондай ой жоқ, жай ғана мен қалай орамалға келгенім жайлы бөліскім келді. Аптаның басында обычно келетін едім, осы апта кішкене кешігіп келіп жатырмын, өйткені прям такой загруженный апта болды менде осы апта, шынымды айтсам. Вау, қандай шалбарлар. Мынандай шалбарлар парашют сияқты мода болды да қазір. Қазір көретін боламыз ішінен. Адам көп әдеттегідей бұл шопта. Мен айтамын ғой, бұл шопқа келмей жатып, менің үстімде уже келген киімнің өзі бұл шоптың киімі ғой. Баяғыдан рубашканы мен кезінде шалбармен бірге, атласны шалбармен бірге алған болатым. Ал мына сарафанчығы, ішінен ақ несі бар, сарафаны бар, екеуін қабаттап киетін сондай сарафанчик. Шикарно болып тұр. Мен өзім осылай сабра жасап киіп алдым. Киімім күнделікті киетін бұл шоптан. Бүгінгі көрсететін топтаманың барлығы бұл шоптың киімдері. Қазір біраз уақыттан кейін көрсететін болам новинкаларды. Корсеттер мода болып жатыр, хит болып жатыр. Бағасы 5000 теңгеден разные вариации, да? То есть қазір мен варианттарын көрсететін болам. Міне, менің үстімдегіні қараңыздар. Әр түрлі түсте, әр түрлі үлгіде бұл этно әдемі корсеттің бағасы 5000 теңге. Размерлары стандарт негізі. Өйткені артынан қарасаңыздар, міне. Артқара широкий қылтып ашып жауып мүмкіндік бар. Прям идеально шита, маған қатынап тұр. Негізі бірінші киіп көріп тұрмын осындай этно корсеттерді, бірақ алдында көрген болатынмын біраз адамдардан. Прям қазір тренд болып кеткен десек те болады. Кез келген рубашка, көйлек, әдемілеп бір изюминкасын келтіру үшін осындай этно корсеттермен кисеңіздер прям супер болып тұрады. Міне. Качествосын жақыннан көрсетейін сіздерге. Как шита. Красота. Қолымен екен, видите, на модель басқалай сәл отличается. На модель сәл ұзынырақ, на модель сәл қысқарақ деген сияқты. Қазір бір екеміз. Вау, қараңыздар, қолы қандай әдемі рукавасымен. Двойканың бағасы, представляете, 3900 бар болғаны. Қалтасымен, высокий посадкада, манжетпен бұл шалбар разный түстерімен 42-ден 50-ге дейін 3900-ге. 3900-ге осындай әдемі двойканы алам десеңіздер, бұл шопқа келсеңіздер болады. Түсін таңдап алсаңыздар, немесе доставкамен тапсырыс беріңіздер. Қалада болсаңыз да кез келген нүктеге жеткізіп береді, немесе дүкеннің өзіне тікелей келіңіздер. Валиханова 33 мекен-жайы бойынша орналасқан. Каспи Ред жоқ, доставка платный. Дүкен күнделікті жұмыс жасайды, демалыссыз.